Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен легесіз трайфл десертін дайындайтын боламыз. Бұл әрине оригинал трайфл рецептісінен өте қатты ерекшеленеді, бірақ та дәмі енді осы оригинал трайфлдан кем емес, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қант салып араластырамыз. Енді барлық құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массамызға қосамыз. Бізде осындай карамель секілді масса шығу қажет. Дайын болған массамызды кез келген бір формаға салып пісіреміз. Енді креміне қоюландырылған сүт пен қаймақты араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді сол кремді осындай немесе басқа ыдысқа жағып, үстіне дайын болған жаңағы корждарымызды, яғни осылай қолымызбен езіп бір қабат қылып саламыз. Енді тағы бір қабат крем, содан кейін тағы бір қабат қолмен езілген корж. Барлығын тегістеп болғаннан кейін кез келген бір жеміс жидектермен немесе осындай какаомен сәндеуге болады. Егер сізге видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.